Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Сәбира, шаршағансың ба? Мұнда не жатып қалғансың? Бауыржан? Таня? Кешір, мен сен Сәбира екен деп қалдым. Сен мені шошытып жібердің ғой. Сәбира екеуміз қалай ұқсауымыз мүмкін? Қайдан білейін, енді Сәбираның велосипед тұрған соң, мынау Сәбираның велосипед емес па? Сендердің сиырларың біз аулағалы жатыр екен. Сәбираның қолы бос емес. Сондықтан менен сәлемдемені апарып келуімді өтінді. Солай де. Енді мен... Велосипед айдамағалы көп болды. Тіпті құлап қалдым. Жарақаттанып қалдым ғой деймін. Оңбай құлапсың ғой, байқамайсың ба? Кәдімгідей сырылып қапты. Ештеңе етпейді. Тіпті сенің Сәбираңды қызғанып қалдым ғой. Не үшін? Демалуға бақтың ішіне жантая кетсе, сен лезде оны құшақтай бастайды екенсің. Не айтып кет, Таня? Жарайды, мен кет. Қайда асықтың? Кетпеші. Үйіңде бәрі сиырмен арпалысып жатыр. Саған қарайтын уақыттары да жоқ. Босқа кедергі боласың. Ермек, мен саған Шиндердің үйіне барып кеш деп едім ғой. Анашым, мен барып келдім. Тань тәте әлі келмеді. Телефонын үйден ұмытып кетіпті. Анна тәте мен Эмма тәте моншада. Қызық екен. Татьянаның келетін уақыты болды ғой. Бұзаутыды ма? Иә, сен оған қарап қоясың ба, мен барып Татьянаны іздеп келейін. Жыраға түсіп кетсе, жауап беріп жүрермін. Жарайды ба. Радион Михайлович, көлігімізді жуып қойдық. Жақсы, рахмет. Көлік жуушы мынаның орындықтың астынан тауып алыпты. Шаршадың ба? Беймаза күндер болды. Қазір менікіне барамыз. Бірақ жылдамырақ, жарай ма? Кешке кездесуім бар еді. Мен сен мүлде көрмейтін болдым. Енді не істей аламын? Жұмыс. Сенікі ме? Жоқ, мен ондай тақпаймын. Әйелінің ата-анаңмен тұрғаны жақсы екен. Маған ұл тауып берсең, әйелімді тастап саған үйленем. Не істеп жатырсың? Таня, кешір.
Мен не істеп жатқанымды өзім де білмеймін. Болды. Кетші. Мен сені көргім келмейді. Бірақ неге? Өйткені 16 жыл бойы тек сені ғана ойладым. Мен де сен туралы ойладым. Үнемі. Қалай ренжіткенімді ойладым. Таня, шынымды айтшы, Марина менің қызым ба? Айттым ғой, бауыржан, ештеңе өзгермейді. Ештеңе. Марина өмір бойы радионың қызы болып қалады. Ол Маринаны жақсы көреді. Иә, солай болды. Мен тойымыздан қашып кететін күні өзімнің жүкті болып қалғанымды білмедім. Ал мен жынданып кете жаздадым. Сен соны білесің бе? Тек Сәбира ғана мені құтқарып қалды. Сәбира сенде емес. Иә, білем. Мен басқам. Сондықтан сен мені ұмыта алмай жүрсің. Иә. Ұмыта алмадым, ол рас. Ал енді кет. Қалай, Анна? Менің емдегенім саған ұнады ма? Ой, Эмма. Менде сау жер қалмады ғой. Сен мені емдеген жоқсың. Сен мені қатыгездікпен ұрдың. Кіші ұлымның арқасына мінгесіп алып жүрудің қалай болатынын енді білетін боласың. Радикулиті бар дейді ғой. Әмина, ант етейін. Ромканың арқасына секіріп мініп алған. Қолында кетпені бар. Мені алып бар дейді. Міне осылай. Әлгі көшенің қиылысындағы үйде тұратын гректің отбасын танисың ғой. Дәл сол кезде олар көлігімен жанымыздан өтіп бара жатып, телефондарын былай қойып бізді әбден суретке түсірді. Ой, масқарай. Әбден күлдік ау. Петр екеуіңнің бір-біріңді спортқымен қалай сабайтындарыңды түсіндім. Ой, бұл Петяның жақсы көретін қалжыңы ғой. Ол қазір орыстар немістердің жанын шығарады дейді. Қалжыңдағанды ұнатады өздері. Осы неміс моншасында еркектер мен әйелдердің бірге жуынатыны рас па? Рас. Тек менің Борям мен Олям олай жасай алмайды. Олар қазақша тәрбие алған ғой. Балаларымды сағынып кеттім ғой. Қатты сағындым. Қазақтарда ата-анасы кіші ұлымен өмірінің соңына дейін бірге тұрады. Кәрістерде үлкен ұлымен тұрады. Ал біздің балаларымыз бөлек тұруға кеткен. 16 жылдан бері Петруша екеуміз оларды көргенде жоқпыз. Тым болмаса, жылына Романды бір рет жіберіп тұрады. Оған да шүкір. Эмма, жыламашы. Эмма. Сәлеметсің бе, Рома? Сәлеметсіз бе, Сабира тәте, қалайсыз? Жақсы, өзің. Жақсымын. Спортқа тоқиын деп жүрсіңдер ме? Иә, әйтпесе анам құрбыларымен бәрін бітіріп тастапты. Рома, жолдан Татьяна Шинді көрмедің бе? Менің велосипедімді айдап кеткен. Анау бақта бір велосипед тұр. Сіздікі ме жоқ па деп ойладым. Менікі шығар, барып көрейін. Жақсы онда, сау бол. Сау болыңыз. Ира, сен не істеп тұрсың? Сенің қызметін басқа. Сен маған іске кірісе бер дедің ғой. Сондықтан жұмысты бастап кеттім. Ира,
Ирина сіздің денсаулығыңызды тексеру керек. Ирина сіздің денсаулығыңызды тексеру қорытындысы дайын болды. Адам шөппе? Иә, қане шейін. 16 жыл бойы үлкен ұлын көрмеу қиын. Тым құрғанда бір рет барып келсең ғой. Қымбат қой, Амина. Ал біз Петр екеуміз Германияда ауырып қалсақ не болады? Сақтандыруымыз да жоқ. Сенікі дұрыс. Анау Любаның сіңілсі тісін емдетуге Канададан осында келіпті. Немістердің медицина ақысы. Ой-ой-ой. Жоқ. Балаларымызға масыл болғымыз келмейді. Мен де шетелге барудан қатты қорқам. Құлап түссем қайтем. Міне, жамбастың мойнын сындырып алсаң, Германияда 12.000 евро төлейсің. Тым болмаса, жылына бір рет шипажайға барып, емделіп келсек қой. Мен ешқашан шипажайға барып көрмеппін. Радионда маған үнемі соны айтады. Міне, мен өмірімде бір рет біреу шипажайға жіберсе ғой. Олым, сенің радионың сияқты. Кәсіпкер болса, ертең ағзаттарымды жинап, кетіп қалар едім. Әйтпесе, еңкейе қалсам, мені ешкімде көтере алмайды. Енді қартайғанда, күйеуімнің өмірін қайран еткім келмейді. Және Романың арқасына мініп те жүргім келмейді. Анна, сен жалғыз өзің баруға қорқам деп едің ғой. Михаил да барғысы келмейді. Эмманы алды, барып келіңдер. Эмма. Жыламашы енді. Мен радиомен сөйлесейін бе? Ол екеумізді емделуге жібереді. Сен бе? Сенікі бос сөз. Айтасың, бірақ айтқанды орындамайсың. Аня, есіңде болсын. Эмма болмағанда радион қазір басқа шешесін шипажайға жіберетін еді. Сен Эммаға қарыздарсың. Болды, шештік. Уәде берем. Эмма, сен екеуміз Кореяға осы жылы су шипажайына барамыз. Олай болса, емдік адам шөп тұнбасын алып қояйық. Ирина, сіздің денсаулығыңызды тексеру қорытындысы дайын болды. Бүгін сағат 6-ға дейін алып кетсеңіз болады. Немесе ертең келіңіз. Болды. Автоматты түрде жауап берушін тізіп тастайды екен осы. Сен өшірмедің ғой? Өшірдім. Сен оның қорытындысын көрдің бе? Байғұс қыз, енді қанша өмірі қалды дейсің? Әр кетсе 7 айға созылар. Біреу қоңырау шалды ма? Иә, қателескен ғой. Анан бере салшы. Алаңдама. Ешкім білмейді. Менің бүкіл тағдырым осыған байланысты. Бұлай жасамауымыз керек. Ал мен болсам, сені сағыныппын. Бір сәттік сезімге бой алдырып, Сен де осыны қаладың ғой. Және іске асырдың. 16 жыл бойы осылай болса екен деп ойладың. Ойламадың дегенге сенбеймін. десе де бұнымыз дұрыс болмады.
Сенің Сабираңа ештеңе де болмайды. Оны сүйде, бақытты бол. Мен расында былай болған қаламадым. Сәбира бұған лайықты емес еді. Қаламасаң, дәл қазір үйіңде отырып, Сабираңа сиырды тудыруға көмектесер едің. Мен кінәлімін. Мен үйдің иесімін, тағдырдың иесімін деп, бәрін соңынан ертіп, ақыры құрттым. Сіз кінәлі емессіз, Василий. Кәрістердің тағдыры сондай. Біз шашырап кеттік. Өмір бойы магниттей бір жаққа тартыламыз да тұрамыз. Бірақ қайда? Бәріміз кейде отанымызды сағынып, кояны пом айтамыз. Бірақ сол отанымыз қайда? Әркім өзі білетін болар. Иә, отан. Бұл менің әйелім. Екеуміз 50-ші жылдары Целиноградта танысқанбыз. Оның достарының бәрі Қазақстанда. Еш қайда кеткісі келмейтін. Маған Коля деген ұлымды туып берді. Ал мен болсам, үнемі қиыр шығысқа кетіп, әкемнің туыстарын іздейтінмін. Оңтүстік Сахалинде жұмыс істеп, 2 жыл тұрып қалдым. Ол менің бас отбасым бар деп ойлады. Уайымдап, жылады, ал оның жүрегі ауыратын еді. Қажет емес, есіңізге алмағаныңыз дұрыс. Керек деп ойлайым. Сенің 2 ұлың бар ғой. Оларды өмір бойы іздейтін болады. Олардың жүрегі ауырмау үшін не істеу керек? Олар біздің қатемізді қайталамау үшін не істеу керек? Иә, дұрыс. Менің ұлдарым Родион мен Костя. Олар 2 түрлі. Бірақ дерттері бірмейші. Біреуі ол жақтан іздейді, екіншісі бұл жақтан іздейді. Жүректен іздеу керек. Жүректен. Ой, бізде тіркеу бөлімде отырғандар қандай ақымақтар өздері. Сөзім жоқ. Эмма тете, көмектесіңізші. Жоқ, Шин. Сен мені түсінбей тұрсың. Емделушінің диагнозын жасыру, сотта қаралатын іс. Аз болса да мүмкіндік бар ғой. Қалай түсінбейсің? Бірақ қорытындысын білмесінші. Не үшін? Керісінше жан жаққа дабыл қағу керек. Жоқ, Ира білсе қорқып қалады. Қорыққан адам жеңіледі. Бұл кез келген шайқастың заңы. Костя, көңілің ақ қой. Бұл ауру. Сендердің таеквондоларың емес, мұның заңдары басқа. Ира ауырғанын білмесін. Оның ауру өлімге келетінін білмеу керек. Көмектесіңізші. Қалай? Білмеймін. Егер Ира білмей қалса... Эмма тете, мен оның ауруының өзіне емес, туысқандарын айтқанын кинода көргем. Солай болатын шығар. Иринаның туыстары жоқ қой, Шин. Сен түсінесің бе өзі? Болады, туысқандар да болады. Бәр болады. Мен Иринаға үйленем. Тек қана көмектесіңіз. Өтінем. Велосипед жоқ. Қалайша жоқ. Жағған осында тұр еді ғой. Бізді біреу көріп қойды. Құрыдық. Бізді біреу көріп қойды. Дұрыс айтасың, біреу көрген сияқты. Мен Сабираға не деймін? Бірдеңе ойлап тап. Сабираның өзі келіп кеткен сияқты ғой. Ол келген, ол бәрін көрген. Сабира бүгін жанжал шығаратыны анық.
Қателесесің, сен ол туралы білмейсің. Радионда мені өлтіретін болды. Бірақ мен күйеуімнен айырылғым келмейді. Шынымды айтшы, Марина менің қызым ба? Жоқ, ұмыт. Сен де менің ешкімім емессің. Біздің арамызда болған дүниені де ұмыт. Енді не болады? Сәбирадан айырылып қалатын. Қап, құттым-ау. Кореяда кілең кәрілер қалды, Миша. Біздің Сеулде қанша қария бар екен білсең ғой. Жалғыз қалған қариялар. Иә, Қазақстанның дәстүрі өзгеше. Өмір пәлсапасы бөлек. Онда әрқашан адамдарды бір-біріне тартып тұратын магнит күші. Ол отбасы деп ойлаймын. Үлкен отбасы. Иә, отбасы. Мен Қазақстанға қайтып оралғанда, әйелімнің жүрегі шыдамай қайтыс болып кетті. Ал мен алған бетімнен қайтпадым. Сонда да туысқандарымды іздеуді тоқтатпадым. Мынау ұлым Коля менен қорқатын бекен, жоқ сыйлайтын бекен, әйтеуір дауласпайтын. Мен өзімен бірге қиыр шығысқа алып кеттім. Ал оның қалыңдығы Настясы осында қалды. Ол қалыңдығына кеткісі келетін. Мен жібермейтінмін. Біз оның жүкті екенін білмедік қой. Иә, қиын бопты. Коля оған көп хат жазып тұратын. Бірақ жауап келмейтін. Коля оны тұрмысқа шығып кеткен екен деп ойлады. Настяның босанып жатып, көз жұмғанын көп жыл өткен соң ғана білді. Ішімдікке салынып, ештеңені елемейтін болды. Ал мен оны Кореяға өзіммен алып кеттім. Иә, сіз Кореяда жағдайымыз жақсы болмады дедіңіз? Иә, жақсы болмады. Коля басқалары сияқты сондағы ертеу өмірге бейімдел алмады. Ақыры шыдамады, қайтыс болды. Ал мен осындамын. Иә. Сіз соның тұмарын жоғалтып бедіңіз? Иә. Коля екі бірдей тұмар жасаған еді. Біреуін Настя Юнге арнап, екіншісін өзіне. Миша, балаларыңа қамқор бол. Көмектес. Олардың өздері бізге көмектеседі. Мен ақша туралы емес, басқаны айтып тұрмын. Қанша есейсе де, бала әрдайым бала боп қала береді ғой. Ал оның жаны ауырған кезде ата-анасы міндетті түрде көмектеселері керек. Одан асқан қандай байлық бар дейсің? Иә, дұрыс. Ермек! Ермек! Апа, бұзауды қараңызшы. Жинал, Не үшін? біз кетеміз. Қайда? Балам, болш қалаға кетеміз. Тәтеңнің үйіне барамыз. О, не десеңдер де, монша жағуды немістер ғана біледі. Эмма, сыпыртқысымен де сабады, штруделіне де тойғызды. Апа,
Ермектің құжаттары қайда? Құжаттар? Не үшін керек? Бір жаққа жиналдыңдар ма? Сабира не болды? Ермекжан? Білмеймін. Апам тәтемнің үйіне барамыз деді. Сабира не болды? Өң қашып кетіпті ғой. Балам, бар. Не болды, айтшы? Апа, мен енді Бауыржанмен тұрмайым. Неге? Ұрысып қалдыңдар ма? Әлде ол сені ренжітті ме? Жоқ. Ол менің көзіме шөп салды. Татьянамен бе? Өзің көрдің бе әлде біреуден естідің бе? Мен өзім көрдім, апа. Олар бақта бірге болды. Менің өмір сүргім келмейді. Жаным, Сабира, кетпеші. Өтінем сенен. Жаным. Оңбаған Татьяна. Татьяна. Жаным, Сабира, айналайын. Қарашы. Ванна. Зімбір ваннасы. Тіпті мандарин қосылған ванна. Қандай ғажап. Ертегі терсің. Шынымен де екеуміз осы жерде демаламыз ба? Танечка, Саған не болды? Тань, Апатқа ұшырағансың ба? Велосипедтен тасқа құлап түстім. Айдамағалы 10 жыл болып еді. Мен кінәлімін бәріне. Сабираға сәлемдемен апарып келуге сені жіберген мен едім. Басыңмен соғылдың ба? Жүрегің айнып тұр ма? Жоқ, жүрегім айнып тұрған жоқ. Тіземмен бетім ауырып тұр. Бөлмеме барайын. Жата тұруым керек. Маған кірмеңіздерші, өтінем. Әрине, Танечка. Әке, Ираджан есіңізде ме? Анам оған хамбок сыйлаған болатын. Әрине есімде. Ира бізге қатты ұнаған болатын. Мен оған үйленгім келеді. Бірақ біз жай ғана неке қиямыз. Мүмкіндік болса тезірек. Анаң да, мен де қарсы болмаймыз деп ойлаймын. Ирина жақсы әйел болатынына сенеміз. Бірақ неге сонша асықтың? Сен бірдеңені анаға айтпай отырсың. Ира ауырады, әке. Мен бүгін жеті ай өмір қалған естін. Сен оған қатты ғашықсың ба? Әлде Мен оны аман алып қалатын сияқтымын. Мен сол үшін күресемін. сен жассың, Костя. Сен ешқашан өлімді көрген емессің. Сіздер мені қолдайсыздар ма? Иринаға құда түсесіз бе? Сен солай болсын десең, Рахмет, әке. Рахмет. Бұл не қылғаның балам-ау? Отбасыңды қалай сақтап қаласың енді? Ұлың біліп қойса, көзіне қалай қарайсың? Мен ше, көршілердің көзіне қалай қараймын енді? Кешір, шапа. Сен сол әйелдің
мені ұмытпағаның ба? Ұмытқам. Есіме де алмайтын. Неге олай жасадың? Білмеймін. Ақымақпын, апа. Кешір. Сәбира қайда? Ермектің киімдерін жинастырып жатыр. Қаладағы апайына кетпекші. Енді сенімен тұрмайым дейді. Олар менің отбасым ғой, апа. Олардан айырылғым келмейді. Отыр. Бүгіннен қалмай барасың. Бірақ қазір емес. Оларды қазір тоқтатпай-ақ қой. Бірдеңені ушықтырып алып жүрерсің. Апайына барып шерін тарқатсын. Сосын кеш болады ғой. Қазір кете берсін. Сосын бір жыл бойы терезесінің алдында тұрып жалбарынып, кешірім сұрасаң да, үйге алып келетін бол. Балам бәрін түсініп қоятын болды. Иә, ер азамат өсіп келеді. Өмірдің соққысына төтеп беруге үйрене берсін. Анау кәрістерге қараш. Кәрістер көп, бірақ бір-бірін істейді. Үзілген туыстық байланыстарын қалпына келтіріп, отбасын біріктіргісі келеді. Ал біз кішкентайымыздан естіп өскен, өзіңді өзің сыйласаң, жат жаныңнан түңілер деген сөзді ұмытқан сияқтымыз. Үйлену тойсыз ол қалай болмақ? Ұлым. Үлкен әдемі той жасау үшін көп уақыт керек. Ал Костя мен Ирада ондай уақыттар жоқ. Ираның сырқаты сондай ауыр ма? Ира ауруынан жазылады. Мен сол үшін қолымнан келген бәрін жасаймын. Ира ауруын білген қаламаймын. Сен сонда оған айтпайсың ба? Жоқ, ешкім айтпайды. Біз үйленген соң мен ақша табамын. Оны емдейміз. Ира ауруы өлімге әкеп соғатын білмеу керек. Сонда біз жеңеміз. Қызды өзіңе әйелдікке алу сондай оңай ма? Ешқандай құдалықсыз, үйлену тойсыз. Анна, Радион бізді бүкіл ауылға масқар еткенін есіңе түсірші. Дәл осылай бір сағаттың ішінде үйлене салды. Біз оны қабылдадық. Қайдағы құдалық, қайдағы үйлену? Ол досының қалыңдығын тартып алды. Бірақ оны бәрі кешірді. Ал Костя мен Ира үлкен үйлену тойын кейінірек жасайды. Ира сауыққан соң. Үйлену тойы адам өміріндегі ең маңызды сәттердің бірі. Не үшін салт дәстүрді ұстану керек? Адам бақытты болу үшін. Бірақ қазір біздің жағдайымыз басқаша. Жарайды. Келістім. Рахмет, анашым. Рахмет. Балам, бірақ егер құда түспесек, Ирочка бізді түсінбейтін шығар. Апаң дұрыс айтады. Құда түсу керек. Рахмет сіздерге. Рахмет.
Марина! Марина! Сен мұнда жатқан құжатты көрмедің бе? Жасыл түсті. Бүгін көрдім. Әкең деме? Иә. Не болды? Бәрі дұрыс па? Жоқ, бәрі дұрыс қызым. Бәрі дұрыс. Иә, мен сіздің пікіріңізге қатты сенем. Мен сізге тексерудің қорытындысын жібергенем. Маған толығырақ түсіндіріп бересіз бе? Жақсы. Көп рахмет. Иә, әрине. Сау болыңыз. Оның үстіне Татьяна келіп тұр. Тізесі мен беті жарақаттанған. Сабираның велосипедінен құладым дейді. Байғысай. Одан Костя келді. Мен түсінбеймін. Қызға қалай жай ғана үйлене салуға болады? Байқасаң, Шамина. Сол да сөз боп па. Аны басқалар. Біреудің өмірін ойрандап, түк болмағанда жүр. Ал мына Иран айтам. Өзі жетім, қатты ауырады. Анасының қазасынан кейін колледжінің жатақханасында құрбысымен бірге өмір сүруге кеткен. Олар анасының алыс туысқанның үйінде тұрыпты. Өз үйлері болмаған. Қазір құрбысы колледж бітіріп кетті. Ал Ирочкада өмір сүретін жері жоқ. Сеулде тұратын бай апасы бар, баяғы Татьянада емес. Сендерге жетім қыз не керек? Не айтып тұрсың? Мен Костяның үйлену тойына қарсылығым жоқ. Тек кімге құда түсіп барамыз, соны ойлап отырмын. Қарбыз базарына ма? Үйлену тойысыз Ирочка біздің үйде тұруға келіспейді. Мен оны білем. Ол өте қарапайым. Ондай қыздар қазір аз. Менің Сабирам намыс, адалдық, тазалық дегеннің не екенін біледі. Күйеуден күйеуге секіріп жүргендер одан садаға кетсін. Әмина, не болды? Ойбай. Таңертең сондай көңілдедің ғой? Ештеңе. Менің сұрайын дегенім, велосипедтің жағдайы дұрыс па? Таня қатты жылады. Сабира ренжіген жоқ па? Сабира отбасымен қалаға қонаққа кетті. Бауыржан, Сабира, Ермек үшеуі. Тойға. О, Сабира, сәлем. Сәлеметсіз бе, Матате? Алтыным менің. Сендер мынау ауыр сөмкелеріңмен қайда кеттіңдер? Қалаға әпкемнің үйіне. Ұлы үйленіп жатыр, көмектесуге барам. Түсінікті. Тойларыңды жақсы өткізіңдер. Рахмет. Мынаны орнына қой деп едім ғой. Матате, кешіріңіз. Мынаны апам апарып бересіз ба? Ермек алып кетіпті. Бауыржан орнынан таппаса ашуланады. Жақсы, берейін. Рахмет.